Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика пәнінен 115-ші сабақ ұсақтау және төлем жасау тақырыбын өтеміз. Балалар, бірінші тапсырмаға қарайық. Бірінші тапсырма. Әлия мен Сырымның әмияндарында бірнеше монетадан бар. Әлия қандай азық-түлік сатып алуы мүмкін? Сырым не сатып алуы мүмкін? Балалар, алдымен Әлия мен Сырымның әмиянындағы неше монета бар? Неше теңгелері бар екенін анықтайық. Әлияда балалар неше теңге бар? 100 теңге бар, дұрыс айтасыңдар. Неше монета бар? 6 монета бар, дұрыс айтасыңдар. Келесі Сырымда 60 теңге бар. Неше монета бар? 6 монета бар. Жақсы, жарайсыңдар. Енді балалар, Әлияның қандай азық-түлік алуы мүмкін екен анықтайық. 100 теңгеге қандай азық-түлік алуы мүмкін? Орам жапырақ алуы мүмкін және қияр алуы мүмкін, 50 теңгеге. Келесі Сырымше 30 теңгесіне асқабақ алуы мүмкін, 30 теңгесіне өрік алуы мүмкін, балалар? Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, олай болса, екінші тапсырмаға қарайық. Екінші тапсырма. Суреттен екі тауарды таңда, олардың бағасын айт, есептер құрастыр және шығар. Балалар, дүкенде асқабақ неше теңге екен? 30 теңге, дұрыс айтасыңдар. Бірақ қырыққабат асқабақтан қарағанда 20 теңгеге қымбат екен. Ал балалар, шешуін табайық. Қырыққабат неше теңге екен анықтаймыз. Не істейміз? Дұрыс айтасыңдар. 30-дың 20-ға қосындысын анықтаймыз. Сонда 50 теңге болады, балалар. Жауабы қырыққабат 50 теңге тұрады екен, балалар. Жақсы, балалар. Келесі суреттерге қарай отырып, тағы да есептер құрастырайық. Қияр 50 теңге, өрік белгісіз. Бірақ қиярдан қарағанда 20 теңгеге кем екен. Ал шешуін анықтайық. 50 теңгеден 20 теңгені азайтамыз. Мәні 30 теңге болады. Жауабы өрік 30 теңге тұрады. Келесі алмұрт 20 теңге, лимон 40 теңге. Алмұрт пен лимон барлығы неше теңге тұрады екен анықтайық. Шешуі 20-ның 40-қа қосындысын есептейміз. Неше теңге болады? 60 теңге. Жауабы, балалар, барлығы 60 теңге тұрады. Жақсы, балалар. Балалар, үшінші есепке қарайық. Теңдік пен теңсіздік құрастыр, балалар. Бірінші суретте 15 теңге артық па, әлде 20 теңге артық па? Дұрыс айтасыңдар, 20 теңге. Келесі екінші суретте 13 теңге артық па, әлде 15 теңге артық па? Қайсы артық? 15 теңге. Келесі суретте 40 теңге артық па, 50 теңге артық па? 50 теңге артық екен, балалар? Келесі суретте 50 теңге артық па, әлде 50 теңге артық па? Қайсы артық? Дұрыс айтасыңдар. Тең екен, балалар? Жақсы. Балалар, енді төртінші тапсырмаға қарайық. Төртінші тапсырма. Суретке қара, қай арбадағы тауар ауыр? Барлық тауардың массасын есепте. Балалар, бірінші арбада қандай көкөністерді көріп тұрмыз? Асқабақ, картошка және пияз. Балалар, асқабақтың салмағы неше килограмм? 4 килограмм. Пияздікі 2 килограмм, картошканыкі 4 килограмм. Енді балалар, бірінші арбаның көкөністерінің салмағы барлығы неше килограмм екен? 4-тің 4-ке қосындысы 8, оған 2-ні қоссақ 10 килограмм екен, балалар. Келесі арбада нені көріп тұрмыз? Қауын және қияр. Қауынның салмағы неше килограмм? 3 килограмм. Ал қиярдікі 1 килограмм екен, балалар. 3 килограммға 1 килограммды қоссақ 4 килограмм екен. Келесі арбада нені көріп тұрмыз? Сәбіз, картошка және пиязды көріп тұрмыз, балалар. Сәбіздің салмағы неше килограммды құрайды? 3 килограммды құрайды, картошканыкі 4 килограммдікін. Ал пияз 2 килограмм. Сонда барлығы 9 килограмм екен, балалар? Жақсы. Балалар, қай арбадағы тауар ауыр екен?
иә, дұрыс айтасыңдар. Бірінші арбадағы тауар ауыр екен, балалар. Қай арбадағы тауар жеңіл екен? Жақсы, жарайсыңдар. Екінші арбадағы тауар жеңіл екен. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар, балалар.